Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі биік, пышный болып, үлбіреп тұратын өте нәзік сырники жасап көрсететін боламын. Ендеше маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Және де осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын, грамдарын, мөлшерлерін жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап, жасап көруіңізге болады. Өте дәмді болып шығады, бір жасағынан кереметтей болып пісіп шығады. Тексерілген рецепт түрін міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ендеше арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бисмиллах деп бастайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: електен өткізілген ұн, құмшекер, творог, яғни сүзбе, және де 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Мендегі творог дүкеннің творогын пайдаландым. Егер де сіздерде қолдың сүзбесі болса, онда тіпті керемет болып шығады. Осының үстіне 2 жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Сырникидің дұрыс шығуы тікелей осы сүзбеге байланысты болғаннан кейін, дүкеннен алатын кезде сулы емес, құрғақ сүзбені пайдаланған алғандарыңыз дұрыс. Сонда біздің сырникиіміз керемет, яғни жақсы шығатын болады. Енді осының үстіне 3 ас қасық құмшекерімізді салып алатын боламыз. Оның үстінен електен өткізілген 2 ас қасық ұнымызды да салып алатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Алғашқыда осылай қасықтың көмегімен араластырып алатын боласыздар. Біріккеннен кейін барып, қолдың көмегімен қамыр сияқты болады, яғни жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Мінекей, енді қолдың көмегімен осылай біріктіріп алатын боламыз. Біздің сүзбелі қамырымыз осылай дайын болды. Енді осы дайын сүзбелі қамырымызды қазір ұн сеуіп бірнеше бөліктерге, яғни жіңішке бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ұнымызды сепкеннен кейін қамырымызды қойып, қолымыздың көмегімен осылай айналдыра отыра ұзынша формаға келтіріп алатын боламыз. Ал енді пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай осылай кесіп аламыз. Менің арнам өте пайдалы арна, әсіресе қыз келіншектерге, жас келіндерге, енді тағам түрлерін үйреніп жүрген ханымдарға өте пайдалы арна. Сол үшін менің арнамнан алыстамаңыздар. Күнделікті жиі рецепттермен, яғни үй жағдайында тез дайын болатын қолжетімді рецепт түрлерін ұсынатын боламын. Міндетті түрде өз достарыңызбен, жақындарыңызбен арнаны бөлісіп қойсаңыздар болады. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Осылай бөліктерге бөліп алғаннан кейін енді ұнымызды тағы да сеуіп аламыз, және де қолымыздың көмегімен осылай дөңгелете отыра сырникидің формасын шығарып алатын боламыз. Сырникидің формасын бокалдың көмегімен шығарып алсаңыздар да болады, яғни дөңгелек қалыпқа келтіріп. Бірақ маған қолдың көмегімен ыңғайлы болғандықтан барлығын осылай қолмен, яғни дөңгелетіп алатын боламын.
Барлығын осылай дөңгелетіп дайындап алатын боламыз, және де енді пісіруге кірісетін боламыз. Ол үшін ыдысымызға мен осындай сары майды қолдандым, 72,5% майлылығы. Осы ыдысымызға яғни бір ас қасық немесе сәл одан көптеу қылып салсаңыздар да болады. Майымызды қыздырып алғаннан кейін сырникелеріміздің екі бетінде қызарта отыра пісіріп алатын боламыз. Газдың астын баяу отта пісіргендеріңіз жөн. Асықпай піссе, біздің сырникеміздің ортасы да толықтай пісіп шығатын болады. Мінекей біздің сырникелеріміз пісіп дайын болды. Екі беті де қып-қызыл болып пісіп шықты. Енді тарелкамызге салып алсақ болады. Майынан сырғытып, осылай ыдысымызға салып аламыз. Осымен біздің сырникелеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі қып-қызыл болып пісті. Дәмі де тіл үйретінде өте дәмді, сонымен қатар жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Жасап, балаларыңызды, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, пікір қалдырыңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.